Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін сіздермен біз жылқы етінен шұжық істеу рецептісін көрсетеміз. Алла жазса, қанша бұрыш, қанша чеснок салат, қанша тұз салат, қанша су, қанша ет тураймыз, соның бәрін көрсететін боламыз. Шұжық істеу процесі. Ал енді мінекей қараңыздар, етті былай осыншақты көлемде тураймыз. Осыдан етіміз үлкен болмау керек, не мелкий болмау керек. Осындай мен істеп алсақ жақсы болады. Сіздермен Айшуақ ет бизнес каналы, Айшуақ ет бизнес каналына тіркелсеңіздер, ет бизнесі, ет кәсібі туралы көптеген ақпараттар, мағлұматтар береміз. Ет кәсібі туралы басымыздан өткен қиындықтар, не түсіндік, не көрдік, 4 жылда үйренген ашқалы барлық білгенімізді сіздермен бөлісетін боламыз. Біздің каналға тіркеліңіздер. Еттің, мінекей шұжыққа салатын еттің біздің көлемі осындай. Осыншақты қылып тура береміз. Жаңағы шұжыққа турап алған етіміз мына ұқсап шықты. Енді оның қанша екенін мөлшерін көрсету үшін сіздерге мінекей вес алып келдік. Мынада 11 килограмм 705 грамм. Қанша қосатындарын қазір жеке көрсетеміз. Енді оған жағы біздің етімізге осынша мынау жылқының өзінің майы, тоже жылқының майы. Ол қанша май қосады екен? 2,5 килограмм, 10-11 килограммға 2,5 килограмм май қоссақ жетіп жатыр. Қазір енді бұрышын, тұзын, чесногын, оған құятын суын бәрін мөлшерін көрсетеміз. Былай салып қоямыз. Мінекей чесногымызды шұжық істеу үшін былай суға жуып аламыз. Мұнда 1 килограмм 200 грамм, где-то 1 килограмм чеснок бар. Сосын оны мясорубкаға саламыз. Мясорубкаға салып, мясорубкадан өткіземіз. Бұл жылқы етінен шұжық жасау рецептісі. Мінекей sarımsağımız, çiçeğimiz. Осылай мясорубкадан өткізіп аламыз. Шұжыққа салу үшін. Мінекей май, жылқының майында да осылай дайындап аламыз. Жаңа жылқының майын осылай турап аламыз, дайындап. Енді етке май қоспасақ шұжық дәмсіз болады, сондықтан осылай әдемілеп дайындап аламыз. Етімізге енді мынандай мясорубкадан өткізген чеснок саламыз. Чеснок 1-200 килограмм чеснок салып аламыз. Енді мынау бұрышты көрсетіп жіберсеңіз, кәнекей мынау перец черный молотый дейді, 100 грамм бұл. 100 грамм. Бұрыш салып аламыз. Сосын тұздан үлкен толтырып 10 қасық саламыз. Тұз саламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 қасық салдық. Енді бұған су құямыз. Таза су құямыз. Енді бұны араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Бұрышы, тұзы, чесногы, суы бәрі әдемілеп сіңу керек. Енді бұны біз жақсылап араластырып алғасын бәр жеріне. Біз бұны 2 сағат қоямыз, соны. Ең кемі 2 сағат. Минимум 2 сағат. 2 сағаттан көбірек қойса тіпті жақсы. 2 сағат, 3 сағат тұрса жақсы. Енді бұны шұжық істердің алдында тағы да араластырып аламыз. Анда-санда араластырып қойса да болады.
Сол, рахмет достар. Енді ары қарай келесі процесстерін көрсетейік. Жаңағы нені былай араластырып аламыз. Шұжығымыздың майы бір жерінде қалып қалмасын, еті бір жерінде қалмасын. Бұрышы, чесногы, суы, тұзы бәрі араласу керек. Осы араластырып аламыз. Сосын қаз салғанын көрсетеміз. Мына біздің алдын ала дайындалып жуылған шектеріміз, жылқының шегі осылай тазаланып жуылады. Қазір шұжықтарымызды саламыз. Ал енді мынандай көрсетіңіз, мынандай темір шекті осылай тауып аласыздар. Мынандай шекті кіргізіп қойса, шұжық кіргізуге оңай болады. Сосын маған шұжықты сала береміз. Турба сияқты көптеген қаңылтырдан, әрбір нәрседен табылады ғой, қарастырып. Осылай салып отырасыздар. Яна ақсап кішкене артқа қарай нетіп қоямыз. Так, мынандай жіп дайындап аламыз. Мінекей қаз шұжықты байлау үшін осындай жіп дайырлап аламыз. Шұжықтардың аузын байлаймыз. Так, мінекей жаңағы шұжықтарымыз осылай түсті. Бірінші бұл жаңағы шектің ішіне шұжықтарды салып алдық, толтырып. Мінекей енді қазір бәрін жеке-жеке байлап шығу керек. Ал мінекей нақсап байлаған кезде бір кісі ұстап тұрған жақсы болады. Сосын нақсап орап асықпаған екен үстінен. Былай жан жақты ойландырып. Енді бұнда қиындық жоқ деп ойлаймын. Кез келген адам өзінің ойлауымен қалай мынау шұжығымыздың несі үзіліп кетпесін, аузы ашылып кетпесін деген сияқты кез келген методикамен түйіп, байлап не істеп тастаймыз ғой. Мықтап тастаймыз. Соның өздеріңіздің еріктеріңізде қалай. Бір шұжықты мінекей нетіп аламыз да, осы кесеміз, кесіп аламыз. Примерно бір шұжық осындай болған дұрыс. Осыдан кішкене көп кішірек қылмай, бұдан үлкен қылмай, бір шұжықтың көлемі бойынша істеп алдық. Мінекей. Енді мына ұқсап тағы да байлаймыз. Астынан былай жіберіп, былай байлаймыз. Енді бұның түрлі тәсілдерін адам өзі ой еркімен байлау беруге болады. Біздікі негізі көрсету. Мінекей бір шұжығымыз осылай шықты, тамаша. Енді бір жылқыдан шамамен 18-20 шұжық шығады біздің істеміз бойынша. Мінекей жаңағы шұжықтарымыз көлемі осындай. Аз болса кішкене болып қалады, осылай болады негізі. Мінекей шұжықтарымызды осылай мінекей майчикаға салып қоямыз. А то бір-біріне жабысып қалады. Пакеттерде бір-біріне жабысып қалмау үшін осылай салып отырамыз. Әрбір шұжыққа жеке осылай салынады. Ал құрметті қазақ елі, бүгінгі қазақша біздің жылқы етінен шұжық істеу рецептісі сіздерге ұнаса, пайдалы болса, ендеше бізге тіркеле кетіңіздер, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, арнамызға қалдыра кетіңіздер. Көп рахмет, келесі кездескенше амандықта болайық ағайын.